Сәлем достар. Алдарыңызда Безрассудный фильміне қысқаша кино шолу. Фильм инкассаторларға жасалған батыл тонаудан басталады. Әрбір бандит басына Ұлыбритания туын орап алған. Қаруларының көбісі кесілген мылтықтар. Бастапқыда ойлағаннан да көп ақша қолға түседі. Дабыл қосылған кезде, ақшаның бір бөлігін тіпті тастап кетуге тура келеді. Бандиттер сыртқа қашып шығады. Ғимарат ішінде тек Деван ғана қалды. Ол жүк көлігін жарып, қылмыстың ізін жояды. Ол жасы салынған сөмкесін алған соң, Деван көлікте күтіп отырған сүйіктісі Вероникаға мініп кетеді. Екеуі елден тезірек кету үшін аэродромға келеді. Алайда ұшқыш белгісіз себеппен кешігіп жатыр. Верониканың көңілі алаң. Деван оны тыныштандырып, сөмкені тексермек болады. Бірақ ақша орнына ішінен жай ғана қағаз булмасын көреді. Дәл сол сәтте полиция сиренасы естілді. Демек, достары оны сатып кеткен. Деван сасқалақтап, Верониканың басына телефонын тақап, оны кепілге алғандай кейіп танытады. Детектив Джексон арнайы жасаққа қаруды төмен түсіруді бұйырады. Деван кепілмен көлікке отырмақ болғанда, дәл сол сәтте анасы телефон соғып қалады. Алло, мам. Привет, родной. Я сейчас не могу, у меня проблемка. Осы уақытта қылмыс әлемінің басшысы Трент үйінде кеш өткізіп жатқан еді. Ол тонаушылардың бірін полиция ұстап алғанын біледі. Деван 8 жылға сотталады, бірақ жақсы тәртіп үшін 5 жылдан кейін амнистиямен босап шығады. Инспектор оған қайтадан түрмеге түспеу үшін тыныш жүруді ескертеді. Бостандыққа шыққан соң, Деван ең алдымен досы Джузеппеге барады. Тебя там того? А чё, уже слухи дошли? Так тебя все-таки... Мне, чего никто не трогал? Ну и хорошо. Ол одан қарызға ақша немесе әкесінің сағатын қару мен оққа айырбастауды сұрайды. Смит Вессон. Смит энд Вестон, ага. Нет, Смит энд Вессон. Смит энд Вессон? Нет, Смит энд Вессон. Деван жақсы тапанша алғысы келгенімен, Джованни оған тек револьвер ғана ұсынады. Что еще есть? Для тебя больше ничего. Патроны забери. А почему они мокрые? Енді ол бұрынғы сыбайласы Джорджға барып, өз үлесін қайтармақ. Сол сәтте әлгі жиренішті адам бухгалтер әйел Кимберді мазалап жатқан еді. Деван тапаншамен қорқытпақ болғанда бәрі кеш болып қалады. Себебі Кимбер абайсызда бастығының тамағын кесіп жібереді. Енді ол Деванды не үшін сатып кеткенде, ақшаны қайда жасырғанын да айта алмайды. Деван қанға былғанып, абдырап қалады. Оны мәйіттің жанында ешкім көрмеуі керек еді. Бірақ дәл сол кезде күзетшілер кіріп келіп, бастықтарын осы ірі жігіт өлтірді деп ойлайды. Деванға қорғанып кейін қашуға тура келеді. Кимбер одан өзінде бірге алып кетуді сұрайды. Осылайша Деван жағдайын одан әрі қиындата түседі. Өйткені ол енді көлікте ұрлап кеткен. Ер адам Кимберді полиция бөлімшесінің жанына түсіріп кетпек болады. Бірақ Джордж әлдеқашан полицейлерге пара беріп қойған. Сондықтан олар істі тексермей, қызды бірден қамауға алуы мүмкін. Кимбер өтірік айтпаған еді. Полицейлер оқиға орнына келе салысымен бәрін Трентке хабарлайды. Қылмыс басшысы өзінің оң қолына кінәлілерді тауып, оларды жазалауды бұйырады. Ал Деван Кимберге Джордждың өлімі үшін уайымдамауын айтады. Ол онсыз да оңбаған адам болған. Енді олар келесі сыбайласына, Тобиге бара жатыр. Деван бейне бақылау камерасына түсіп қалған. Түрмеден шыққанына бір тәулікте өтпей жатып, Трент оны жоюға бұйрық беріпті. Деван түрмеде отырғанда ешкімді сатпаған, бірақ бәрібір мафия басшысы тәуекелге бармау керек. Тоби тонаудан түскен ақшаға ойыншық шығаратын жасырын фабрика сатып алып, есірткіге әбден тәуелді болып кеткен. Деван қобалжып, тапаншаны Кимберге беруді жөн көреді. Ой, я к этому не притронусь. Почему он был за поясом у джинсов? Не был в штанах. Задницы не касался, не пахнет. Тоби оның досы, бірақ тым жүйкесі жұқарған. Деванды көргенде қалай әрекет ететіні белгісіз. Күдігі бекер емес еді. Оны есінен тандырып, Тобидің алдына келеді. Қылмыскер Деван Джорджды өлтіріп, енді өзіне келген деп ойлайды. Деван ешқандай жаман ойы болмағанын айтып, тек өз ақшасын алғысы келетінін түсіндіреді. Бірақ Тоби оны қуып шығып, ешкімге қарыз емес екенін айтады. Деван ашуланып, басына мылтық тақап тұрған күзетшіге шабуыл жасайды. Ол жұмсақ аюдың көмегімен оны жеңеді. Бірақ дәл сол сәтте Тоби пайда болып, бұрынғы сыбайласын атып тастағысы келеді. Алайда қаруы оқталмаған болып шығады. Екінші қаруын алмақ болғанда Кимбер келіп, оны аяғынан жаралайды. Құлаған кезде Тоби байқаусыздан өзін өзі атып өлтіреді. Осылайша екеуі екі адам өліміне қатысы бар болып шығады.
Құрбандардың екеуі де қатыгез социопаттар болса да, Деван оларды өлтіруді жоспарламаған еді. Енді ғана ол өзінің сүйіктісі туралы ойлайды. Басында Вероникаға баруы керек еді. Бұл уақытта Трент қонақ үйде көңілдесімен көңіл көтеріп жүрген. Деванның белсенділігі оны алаңдата бастайды. Сондықтан ол оны жою үшін түрмеде бірге отырған қауіпті бір адамды жалдайды. Деван таңертең Вероникаға келеді. Әйел оны қолында баламен қарсы алады. Чей это ребенок? Чей-то ребенок? Я вроде как вышла замуж пару лет назад. Бұрын Деван өзі оған келмеуді, хабарласпауды өтінген еді, ал енді сол сөзіне өкінеді. Вероника оны күте тұрудың орнына басқа бір механикке тұрмысқа шығып кеткен. Я рад за тебя. Нет, не рад. Да, наверное, нет. Ал Тренттің өзін әйелі бақылап отыр. Ол күйеуінің жас көңілдесі бар екенін біледі. Ол сол әйелмен өздерінің үйлену тойы өткен қонақ үйде кездесіп жүр. Ты моя любовь, ты это знаешь. Лучше разберись с этим фиаско с бывшим зэком, а после мы разберемся с ней. Деван енді ғана өз өмірін құртып алғанын түсінеді. Қазір оны бәрі ешкімге керексіз адам деп санайды. Тіпті әлгі бала да оның кім екенін бірден аңғарғандай. Осы кезде Деванды оның түрмедегі жауы, Бишоп, лақап аты епископ, тез тауып алады. Ну привет, Девон, жалкий ты извращенец. Что это у тебя там? Это моя утренняя звезда. Бишопқа Кимбер ұнап қалады. Қыз оған печенье лақтырып қашып кетеді. Деван да соның соңынан ілеседі. Бишоп балық қосылған багетке тапсырыс беріп тұрған кезде, оның адамдары Деванға шабуыл жасайды. Бишоптың өзі қолына багет пен маргенштерін ұстап келеді. Ескі дұшпандар арасындағы жекпе-жек тең өтеді. Бірақ әдеттегідей Кимбер көмекке келіп, сөрені құлатып, Бишопты құлатады. Деван тағы бір досы бар екенін есіне алады. Ол Джордж не Тоби сияқты емес, нағыз сенімді адам. Ал Трент детектив Джексонмен папта кездеседі. Басқалардан айырмашылығы, Джексон қылмыскердің қолшоқпары емес, керісінше оны түрмеге қамауды армандайды. Кайл тонаудан кейін бәрінен жақсы өмір сүріп жүр. Ақшаның ішінде жүзіп, энергетикалық смузи ішіп отыр. В тюрьме не часто давали энергетические смузи, а? Деван досынан оны неге сатып кеткенін тура сұрайды. Барлығы ақшаны бөлісіп алып, өз жолымен кеткен еді. Неге дәл оны құрбан етті? Деван ашуын ұстай алмай, байсымақтың бетінен қатты ұрып жібереді. Кайл өзін ақтап, басқа амалы болмағанын айтады және ақшаны қайтарып беруге уәде етеді. Оның істері қазір өте жақсы жүріп жатыр. Прости, приятель. Я не хотел тебя бить. Было тяжело, но никаких обид, да? Ол Кимберге де көмектесетінін айтып, жақында адвокаты келіп, бәрін шешетінін жеткізеді. Алайда заңгердің орнына Трент өз адамдарымен келеді. Олардың соңынан детектив Джексон да түсіп, арнайы жасақты шақырып, бәрін бірден ұстауды жоспарлайды. Как было в тюряге? Групповые изнасилования в душе по ночам? Нет, все не так, приятель. Слышал другое. Бір қызығы, бәрі Деван түрмеде зорланып көрді деп ойлайды. Тіпті біреудің қолшоқпарына айналды деген қауесет бар. Бұл өсекті ортағасырлық қатыгез Бишоп таратып жүр екен. Дәл сол сәтте өзі де келеді. Кайл оны ішке кіргізеді. Неправда. Этот псих меня и пальцем не тронул. Все начинается с пальца, потом кулак, а потом я уже по локоть внутри. Кайл ақшаны бөліспек түгілі, өз басына бәле тілеп алады. Бишоп балтамен Деванға лақтырғанда қателесіп, Кайлдың өзіне тиеді. Қылмыскердің үстінде камера бар, Трент бәрін тікелей эфирде көріп отыр. Алғашында ол Деванды әлсіз деп ойлаған, бірақ ол Бишопты аяусыз соққыға жығып, ақыры оның үстіндегі камераны байқайды. Кто бы это ни смотрел, надеюсь, вам хватит для вашего банка, дрочки-извращенцы. Деван бір сәт алаңдап қалған кезде, Бишоп есін жиып, оған пышақпен шабуыл жасайды. Тіпті оны өлтіріп, мәйітін қорламақ болады. Дәл сол сәтте Кимбер араласып, оның арқасына моргенштерін соғып жібереді. Екеуі дер кезінде қашып үлгереді. Осы кезде арнайы жасақ ғимаратқа басып кірді. Джексон тағы да Деванды ұстай алмай қалады, бірақ диванда жайбарақат жатқан Бишопты қолға түсіреді. Ты что, не носишь кольчугу? Плохой день, чтобы ее не надевать. Пошел ты, жердяй! Деван бүйірінен пышақ жарақатын алады. Ауруханаға жету мүмкін емес. Жолда тек ойын-сауық саябағы кездеседі. Бұған дейін Кимбер сөмкесіне камера салып алған еді. Сондықтан Трент олардың карусельде жасырынғанын біледі. Қансырап жатқан Деван полицияға бәрін тапсырмағанына өкінетінін айтады. Оның үстіне Кимберді де қиындыққа душар етті. 2 тәулік бойы қуған адамына Трент ақыры жетеді. Ал Деван оның кім екенін де білмейді. Бандиттер оны өзін сатып кеткендерден кек алып жүр деп ойлайды. Бірақ Кимбер бұл оқиғалардың бәрі кездейсоқ болғанын түсіндіреді. Бұл адам тек тірі қалғысы келген.
Ақылды қыз шындықты түсінеді. Деванды сатып кеткендер әлгі үшеу емес, дәл Тренттің өзі. Ол тонауды ұйымдастырып, бір адамды әдейі құрбандыққа таңдаған. Кимберді бастапқыда босату керек еді, бірақ енді оны да Деванмен бірге өлтірме. Каруселде екі ғана қылмыскер қалады. Бірі Деванға көзіме қарама деп теріс бұрылуын сұрайды, бірақ сол сәтте өзі тепкі жейді. Алайда екінші бандит Деванды тағы да жаралап, оны өлтірмек болады. Бұл жолы одан құтылу мүмкін емес сияқты көрінеді. Кенеттен қылмыскерді біреу атып түсіреді. Оқиға орнына детектив Джексон арнайы жасақпен бірге келіп жетеді. Алайда Деванның тірі қалу-қалмауы әлі де белгісіз. Тренттің әйелі шай ішіп отырған жерінен орнынан тұрып, пышақты үстелге қадайды. Ол күйеуінің опасыздығына ашулы болса да, полицияның оны алып кеткеніне іштей разы сияқты. Детектив Джексон бұл жолы нақты дәлелдермен келген еді. Кимбердің сөмкесіндегі камера каруселдегі әңгіменің бәрін жазып алған. Сондықтан Трент енді жазадан құтыла алмайды. Адвокаты вытащат меня раньше, чем газеты выйдут в печать. 6 ай өтеді. Деван қайтадан түрмеге қамалады. Бірақ енді оның ең болмағанда бір келушісі бар. Кимбер кешірім сұрайды. Өйткені Деванның қайтадан түрмеге түсуіне көбіне өзі себеп болғанын түсінеді. Қыз оны сәтсіз адам немесе түпке тұрғысыз жан деп санамайды. Ол тіпті бостандыққа шыққан соң бірге уақыт өткізуге болатынын айтады. Дегенмен Деванның босап шығуына әлі біраз уақыт бар. Ал Трентті бұл жолы ешкім құтқара алмады. Оны түрмеге қамап, ер адамдарға әуес қылмыскер епископ Бишоппен бірге бір камераға отырғызады. Осымен фильм аяқталды. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.